Гүлімай екеуміз Жаңа Астанаға тарихшы өлкетанушылардың бас қосуына баратын болдық. Пойызбен 18 сағат жүріп, жеткен Жаңа Астанамыз бізді ызғырық желімен қарсы алды. Көшедегілер жылы киіммен жүр, аузымыздан кәдімгідей бу шығады. Біздің Семей бұл жерден жылыма деп қалдым. Үстімізге кигеніміз күздік пальто, аяғымызда жұқа етік еді. Бойымыздан ызғар өтіп, кәдімгідей тоңайын дедік. Ақмоланың ел астанасына айналған алғашқы күндер еді. Еліміздің тарихында жаңа дәуір басталып жатқан. Қаланың орталық көшесімен жүріп келеміз. Әр жерінде құрылыс қызып жатқан, ескілеу, кішірек қала еді бұл. Мынау еліміздің астанасы бола ма? Ақмола Астана дәрежесіне өскенше қай заман деп қояды Гүлімай. Көресің, енді бір 10 жылда адам танымастай өзгереді деп қоям мен. Көңілім мына көрген көріністерден кейін сенбей тұрса да. Такси тоқтатып, турист мейманханасына жетіп алдық. Қыздар, біздегі ең жақсы мейманхана осы деді таксист. Қол жүгімізді есік алдындағы сәкіге қойып, маңайға көз тастағанда жастар сарайын көргем. Одан әрі аласа үйлер. Келесі күні конференция басталды. Ол Ақмоланың не үшін ел астанасы болу керектігінің себептерін де ашып беру керек болатын. Астананы ауыстыруда 30-дан астам өлшем пайым бар екен. Ел арасынан көп шыға бермейтін мен жан-жағыма көз тастаймын. Бас қосуды айтылып жатқан әңгімені бүкіл ынта-ықыласымен салып тыңдаймын. Жаңа Астананың таңдалуында бір қатар маңызды шарттардан басқа климат пен сейсмологиялық жағдайға да аса мән беріліпті. Кемел Ақышев деген ғалымның аты көп аталған соң, зерделей түссем, осы маңайдың тарихын жете зерттеген адам екен. Өзі үлкен археолог болса керек. Осы жерде ұйымдастырылған есіл археологиялық экспедициясына жетекшілік етіпті. Алдында Павлодар маңайындағы Ерейментау елді мекені Астана болуға лайық дегенде ой болған екен. Кейін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Сарыарқа жеріміздің кіндігі, еліміздің қақ ортасы. Әрі бұл жерде 9 тарапқа тартатын ең дамыған темір жол бар. Өзі үлкен индустриялық, өндірістік орталықтардың жанында. Бір сөзбен айтқанда, Еуразия құрлығының нақ ортасында орналасқан деп, осы Ақмолаға тоқталыпты. Конференциядан танымал тарихшы, этнограф, республикалық музейлердің басшыларынан басқа Кемел Ақышевтің өзін көріп, қолтаңбасын алып, риза болып қайттық. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген әріптестерімізбен танысып, телефон алмасып, арқа-жарқа болдық. Кешке күміс көмей әнші Кенжеғали Мыржықбаевтың концертіне асықтық. Кенжекеңнің жанды баурайтын дауысы бөлек көшіркін. Сымға тартқандай келбеті қандай. Оның үстіне өзіміздің Саржалдан шыққан жерлеседі. Абайдың айттым сәлем қаламқасын айтқанда, демімді ішке тартып, сондай бір ықыласпен тыңдап қалдым. Абай лирикасы неткен шынайы да сұлу еді. Әншінің табиғат берген сиқырлы үні залдағы тыңдармандарды арбап, әсерге бөлеп тастаған. Желсіз түнде жарығай, қараңғы түнде тау қалғып, басқада бір қатар лирикалық әндері шырқалған. Кенжекеңнің сүйіп тыңдайтын Нұри Камалына кезек келгенде зал шу еткен. Әнші әнге кезек берудің алдында шығу тарихын баяндап берді. 1995 жылы Абай шығармашылығын насихаттап, Ташкент қаласы мен оның маңайындағы қазақ ауылдарына барып қайттым. Қайтар жолда Шымкентке соқтым. Сонда Ханбибі Есенқарағызы деген ақын қыздарыңыз үйіне қонаққа шақырды. Мұны әнді тыңдашы деді. Ұнады. Сөйтсем бұл әнді 1-2 жыл бұрын Фариза апамызда тыңдап көріпті. Ол кісі Нұри Камалды қорқылмай Мыржықбайға беріңдер деген екен. Содан сандықтың түбіне сақтап қойған ғой. Алдым. Ол әннің тарихы мынадай. Оңтүстік обкомына қызметке арқада Нұри Камал деген әдемі, сұлу қыз барады ғой. Ақын деген сезімтал келеді емес пе? Ханбибінің күйеуі Тұрдықұлыш Истаев Нұри Камалға ғашық болып қалады. Мұны байқап жүрген Ханбибі күйеуінің алдына 4 жұмақ өлең қатарын тастай салады. Оған да керегі сол, бірден ән шығарып жібереді. Ән солай дүниеге келген. Нұри Камал, қамалым-ай, күндей ашық қабағың-ай, қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым, қабағың-ай деген әдемі сөздері бар. Сол Нұри Камал қазір аман есен Ақмолада, Жаңа Астанада, ортамызда жүр деп, елдің көңілін бір елең еткізді де, әнді бастап жіберді. Ән шіркіннің сөзі қандай, сазы қандай дегізіп,
бірден елітіп әкетті. Жұрт орнынан тік көтеріліп, әншіні сахнадан жібермей қойған. Кенжекең де қазір Астанада, осындағы педагогика институтында дәріс береді екен. Осы кеште институт ректоры Амангелді Құсайынов ағамыз аса риза көңілмен әншінің қолын алып, оқу орнының профессор атағын жұрт көзінше беріп жіберді. Себебі осы уақытқа дейін Ақмолада ешкім қазақша концерт бермеген көрінеді. Ертесіне Қазправданың бірінші бетіне келешек Астананың алғашқы қарлығашы деген мақала жарқ ете қалған. Расында да, еліміздің небір дарындары алғашқы қарлығаш болып Астанаға ұшып келіп жатқан кез еді бұл. Концерттен келіп, рахаттанып ұйқыға басыппыз. Терезенің жібек шілтерінен мол түскен күн шуағы бетімнен қытықтап оятқандай болды. Жанарымды аштырмай, қарықтырған соң, бір қырыма аунап түсіп, кешегі күнді есіме түсіріп бір жаттым. Құлағыма Кенжеғали Мыржықбаевтың Нұри Камалы келетіндей, маужырап, ұйқымды аша алмай жатырмын. Қайырлы таң деді Гүлімай, ақ білегін маған қарай созды. Ол төр жақтағы төсекте жатқан. Қайырлы таң сұлу қыз дедім еркелетіп. Төменге түсіп тамақтанып алып, сыртқа шығайық. Мейманхананың алдындағы үлкен алаңда мемлекеттік рәміздерді Алматыдан алып келу салтанаты болады деп еді ғой, соны көрейік деп, орнынан көтерілді. Айтпақшы, президентті көреміз деп, мен де төсегімнен тұра бастадым. Таңғаста кешелі бері танып қалған әріптестерімізбен кездестік. Рәміз тапсыру салтанаты түстен кейін болатынын солардан естідік. Алда біраз бос уақыт бар екен. Таңғасты ішкеннен кейін дүкен аралауға шығып, біраз уақыт өлтірдік. Бір кезде қар ұшқындай бастаған. Денеміздің тоңазығанына қарамай, уақыты болдау дегенде, орталық алаңды бетке алдық. Бір нәрседен құр қалатындай жүгіре басып келеміз. Жастар сарайының алдындағы алаңға жұрт жиналып қалыпты. Бұл 1997 жылдың 7 қарашасы еді. Жергілікті уақыт 15:00 болғанда Қазақстан Республикасының байрағы, елтаңбасы мен елбасы мен президенттің штандарты Ақмолаға салтанатты түрде әкеліп тапсырылды. Бұл сәт қала тұрғындары үшін ғана емес, барша қазақстандықтар үшін де тарихтың жаңа беті ашылғанын анық көрсетті. Жанына халық қалаулылары мен үкімет мүшелерін ертіп ортамызға президент те келген. Халық шат-шадыман жүзбен, көңілін айқара ашып қарсы алды. Жүзінен қуаныш, асқақ айбын сезілген ол, қалың қауымға қайта-қайта қол бұлғап, өзін қолдаған жұртына ризашылық білдірді. Гүлімай екеуміз мемлекет басшысын жақыннан көру үшін халықтың ішіне кіріп, алға ұмтылып барамыз. Осындай тарихи оқиғаға тап келіп, ортасында жүргенімізге ризамыз. Екі бетімізді аяз сөріп жатқанымен жұмысымыз жоқ. Жанарымыздан от шашырап, қуанып жүрміз. Алаңды қақ жарып, тәуелсіз отанымыздың көк туын желбіретіп, ұлттық ұлан сарбаздар өтті. Туды көріп, патриоттық рух алған халық толқып тұр. Оның соңынан қос сарбаз елтаңбаны көтеріп келеді. Штандартта жетті. Елдің әнұраны айтыла бастады. Жұрт қосыла жөнелген. Жүрек тұсына қолын қойып, әнұранды шырқаған олар артынан дүркірете қол соқты. Жастар жағы айғайға басып, ысқырып жатты. Осы кезде бұйрығының орындалғаны туралы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа рапорт берілген. Сап алдына шығып, рапорт берген республикалық ұланның қолбасшысы генерал-полковник Сәт Тоқпақбаев еді. Ол Алматыда Жаңастанаға жеткізілген мемлекеттік рәміздер эталондарын табыс еткенде, жиналған жұрт тағы да дүркіретіп, қол шапалаққа басты. Рәміздерді қабылдап алған мемлекет басшысы халқына сөз арнады. Осы тарихи сәттен қуат алған ел, бет қарыған аязға қарамай, сатырлата қолын соғып, шуласып, шаттығын жасыра алмаған. Салтанат барысында Ақмолалық ақсақалдар президентке батасын беріп, жаңа Астананың символдық кілтін табыстады. Біз алға ұмтыла мінберге жақындап қалған екенбіз. Қара пальто киген бір азамат, қарындастар, баса көктеп қайда барасыздар деп тоқтатты. Гүлімай, біздің де президентті көргіміз келеді деді де алға қарай жұлқына берді. Мен де ұмтылып қоям. Осы жерден көріңіздер, енді күнде көретін боласыздар деді әлгі адам. Қайдан? Біз ертең кетеміз, сіздер ғой күнде көретін деп көзіне сүзе қалды Гүлімай. Әйел ашуланса жеңілет, еркелесе жеңет дегендей, Гүлімайдың назды үніне арбала қалған әлгі жігіт, қайда кетесіздер,
келмей жатып деп сөзге тарта қалды. Біз қонақпыз, жаңа Астанаға келіп жатқан сіздер шығарсыздар деп қарап тұрмай сөзге араластым. Астанаға келген қонақтармен дұрыстап таныспаймыз ба деді. Оның жанында тұрған жалпақ сары ағай бізге қарай бұрылып. Сонымен жаңағы Саттар, Төрехан деген жігіттермен таныстық. Жаңа Астанаға ауысқан, жап-жаңа мемлекеттік қызметкерлер екен. Рәміздерді қарсы алу салтанатында, шулаған жұрттың арасында ол кісілермен үзіп-жұлқып әңгімелесіп, әзіл жарастырып тұрдық. Отанымыздың жаңа Астанасына келген мемлекеттігіміздің басты белгілеріне көктен шашу шашылып, жапалақтап қар жауа бастады. Екеуінің бастарында малақай. Бізге: "Қыздар, сіздер тоңып қалатын болдыңыздар, жалаңбас шыққандарыңызды қарашы" деп жанашырлық танытып жатыр. Біз Семейдің суығына шыныққан қыздарымыз деп қоямыз. Ерніміз суықтан көгеріп кетсе де. Салтанат аяқталып, жұрт тарқай бастады. Президент серіктермен көліктеріне бет алды. Оққағармен күзетшілердің қақпақлығына қарамай, көпшілік ентелей соңынан еріп, ықыластарын білдіріп шығарып салып жатты. Тараған жұрттың ортасында бізде көшенің арғы жағында сорайып көрініп тұрған мейманханаға беттедік. Әлгі екеуі жанымыздан қалмай ілесіп келеді. Жаңа жауған әппақ қар табанымызда тапталып жатыр. Жан-жағымыздан жаңағы салтанатқа қатысқандар даурығыса сөйлесіп кетіп барады. "Қыздар, сіздер қатты тоңып қалдыңыздар. Бір жерге барып ыстық сорпамен шай ішсек қайтеді" деді Саттар. "Мейманхананың суық бөлмесіне барасыздар да мұздап отырасыздар. Одан да бізге еріңдер, бірге тамақтанайық" деді Төрехан да. Гүлімай екеуміз шынында да қатты тоңып тұр едік. Ыстық сорпа деген соң бір-бірімізге қарап қойып, келіскен сыңай таныттық. "Кеттік" деді Саттар. "Қайда?" "Самоварға." "Жоқ, Егор киноға" деп екі жігіт таңдауға таласып қалды. Мойнымызды жұқа пальтоның жағасына тығыңқырап, екі аяқты қағыстырып, бір-бірімізге қарап, Гүлімай екеуміз үндемей тұрмыз. Егер кинода адам көп болады, оның үстіне бағанағы салтанатқа қатысқандар жақын болған соң соған жүгіреді дейді. Саттар әлі өзінікін дәлелдеп: "Жарайды, самовар шынында тыныштау" деп Төрехан келісті. Біз ілесе бердік. Саттар көшенің шетіне шыға қолын көтеріп қалып еді, бір көлік тоқтай қалды. Мейрамхананың мекенін естіген бетте бізді салып алып, алға қарай зымырай жөнелді. Самовар деген шағын мейрамхана екен. Ішке кіргеннен елпілдеген екеуі киімімізді гардеробқа өткізіп, төрге қарай бастай жөнелген. Залдың түкпіріндегі 4 адамдық үстел бізді күткендей бос тұр екен. Екі қызды іргеге ала жайғасқан жігіттер даяшыға қол бұлғады. Мен ұзын бойлы, қалың қабақты қара жігіт Саттардың жанында. Гүлімай көзі жіпсеген, толықша сары жігіт Төреханның ығында отырмыз. Даяшы ас мәзірін бәрімізге таратып берді. Ортамызда Гүлімай мен Саттардың еті тірі болып шықты. Төрехан екеуміз аузымызды ашқанша тапсырысты беріп жіберді. Менің тамақтан-тамақ түгілі жылы жерге кірген соң маужырап ұйқым келе бастады. Төрехандар жым-жырт. Саттар бір кезде: "Аяулым ұйықтап кетпей тұрғанда бір анекдот айтып жіберейін" деп мені сөзбен оятып алды да, ауылдан қалаға келген қыздың оқиғасы туралы күлдіргі анекдотын бастай жөнелді. Артынша тағы біреуін жіберді. Әзіл қалжыңы күлкілі, әдемі болып бәріміздің көңіліміз көтеріле бастады. "Бойларың жылынайын деді ме?" деп бізге қарап қояды. Біз осында келген алғашқы қарлығашпыз. Алматыда мизамшуақ болып жатқанда ұшып келдік. Жеткен күні эйфориямен күн салқындығын байқамаппыз. Күтіп алушылармен даурығысып жүріп кеш жаттық. Таңертең тұрсақ, далада қар, терезелерге мұз қатқан. Түнде сабалап жауған жаңбыр таңғызғармен қарға айналып үлгеріпті. Арқаның табиғаты бізді осылай қарсы алған болатын деп күлді Саттар. Қай жерге барсаң да қақаған суық, тамақтанатын орын жоқ. Дірдек қағып жүріп алғашында міне айға жуықтат, үйреніп қалдық деп қояды Астананың жаңа тұрғындары. Бір аптаға жетпей, қайта барып қыстық киімдерімізді алып келдік деп қосылды оған Төрехан. Даяшы үстел үстін әп-сәтте жайнатып, самсатып тастады. "Қыздар, мұнда суықты арақпен ғана қайтарады екен. Бұл баяғы тың көтерушілерден қалған дәстүр. Біз де кішкене тарта алмасақ қатып қаламыз деп соған үйреніп келеміз. Ішімдікке де тапсырыс берейік, сіздер таңдаңыздар" деп келе жатқан Төреханның сөзін бөлген Саттар: "Осы неменеге сіз біз деп сызылып отырмыз? Өздерің бізден жас, сұлусыңдар, заманымыз бір. 5 жас бел құрдас, 10 жас ол да құрдас деген бар. Бір-бірімізбен сен деп тікелей сөйлесе берсек қайтеді" деп
Басымызды бұрғызбай игер бала жөнелді. Сен болса сен деп күлді Төрехан. Несі бар? Бір дәуірдің түлеп ұшқан жастар едік деп Гүлімай әндетіп жіберді. Бәрімізде өмір жолын бастап едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік деп жігіттер қосыла жөнелді. Даяшы лыпып жүріп ішімдікті де жеткізді. Бар билік саттардың қолына тиіп, бәрімізге құйып, керемет сөздермен ойда жоқта осындай тарихи күнні таныса кеткеніміз үшін алғызып жіберді. Мен бұрын шарап, ақ қайнар ішкенім болмаса, ақ арақпен байланысым жоқ еді. Бірден басыма шықты. Көп сөйлемеуім керек. Ендігі құйғандарын ішпеуге тырысайын. Әйтпесе мас болып қаламын деп, өзімді іште шектеп, аузыма құлып сала бастадым. Гүлімайдың не ойлап отырғанын қайдам? Бойының жылынғанынан ба, арақтың қызуынан ба, жүзі албырап отыр. Екі еркек байқауымша үлкен жерде қызмет етеді. Бізді алдымен үлкен сенім артып, енді көшіп келетін министрлік пен ведомствоның қызметкерлерінің тұратын жерлерін әзірлеуге жіберді. Әзір өзіміз осы жақын маңдағы Ишем деген қонақ үйді мекендеп жатырмыз. Жөнді асханасы да жоқ. Кейде жергілікті қызметкерлер кезегімен үйлеріне шақырады. Встреча шағын ауданынан мемлекеттік қызметкерлерге арнап үйлер салына бастады. Осылайша аязына да, басқа қиындығына да қарамай шыдап жатырмыз деп, Астанаға алғаш келгендегі оқиғаларын жалғастырып отыр. Әңгімелерін қызығып тыңдап отырмын. Гүлімай екеумізде өз тіршіліктерімізден хабар беріп, Семейдегі халықтық әлеуметтік жағдайынан бірдеңелер айтқан боламыз. Арасында олар мақтағанға сеніп қаламыз ба, алдымыздағыны алып қоямыз. Залдың ішінде музыка ойнап, маңайымыз у-шуға айналды. Масайып барам ба, жігіттердің кейбір сөзін ұғып, кейбіреуін ұқпаймын. Соны байқаған қой еркектер жылы-жылы сөйлеп, бізді араққа зорлап қояды. Күлкімізде жарқын шыға бастады. Құшақтасып билетті алдық. Мен жары өлген қаралы келіншек емеспін бе? Мұнш арақ ішкенім не деп қоям іштей. Арғы жағымнан бір шайтан: байың өлгелі 3 жылдан асты, қашанға қаралы боласың? Әлі жассың, көңіліңді көтер, ертең кетесің, тағы қаралы күндерің басталады. Төсекте денең қызып, ұйқың қашатынын ұмыттың ба деп түрткілейді. Мына екеуі отбасын Алматыға қалдырып, қызмет етіп ақша тауып, мәртебемізді өсіреміз деп Астанаға келгендер. Еркек үйден 40 қадам шыққан соң бойдақ дегендей, олар осында келгелі бойдақ күйін кешуде. Әрі еркек не істесе де, артына сөз ермейді, ал әйелдің жолы жіңішке. Біреу мына жүрісімді байқап қалып, дәу ағамен атама, не өз ағама жеткізсе не сұмдық болады деп, сау кезімде ойланып отырдым. Гүлімай маған қарағанда басы бос, алаңдайтын баласы жоқ. Қайта реті келсе, күйеу тауып алғаны жақсы ғой деймін. Ол маған қарап, екір түндағы шұқыры үйіріліп күліп қояды. Неге мәз болып отырғанын кім білсін? Отырысымыз жарасып, құрбымыз екеумізде қызып қалдық. Бір серпілгенімде, бізді мейманханаға кіргізбейтін шығар дедім. Біз ертең қайтуымыз керек, жолға жиналу керек деп, Гүлімайда есін жиып орнынан қозғалды. Мен де көтеріліп едім, басым айналды. Екі еркек иығымыздан басып, қыздар, енді кішкене отырайық, енді қашан кездесеміз деп, қиылған соң қайта отырдық. Бір кезде қашан шыққанымызды білмеймін, сыртта тұрмыз. Қарашаның қара суығы біраз есімізді жиғызғандай. Самавардың алдында қайда баратынымызды айтысып тағы тұрдық. Көп ұзамай төртеуміз Ишем мейманханасында 2-ші қабатқа көтеріліп бара жаттық. Таңертең бөлмеге жарық түскенде ояныппын. Көзімді ашқанда, назарым айналы ағаш шифонерге түсті. Мойнымды бұрсам, жанымда қабағы түксиген, шашы дудыраған еркек жатыр. Өзім тұттай жалаңашпын. Көрпемен кеудемді қымтап отыра қалдым. Шіркіннің ұйқысының қатысы сондай, менің тыпырлап, қозғалып жатқаныма мыңқ демеді. Үрпейіп отырмын. Түнімен мынаумен қойындас болғамын ба деп ойладым да, бір-бірлеп түнгі махаббат ойынын есіме түсіре бастадым. Ойыма алған сайын ұяттан өртеніп барам. Атып тұрып, жанымдағы орындық үстіне тастай салған киімдерімді іліп алып, жуынатын бөлмеге тарттым. Денеме ыстық су мен суық суды араластыра себезгілеп, есімді жинап, шашымды кептіріп шықсам, қара жігіт ояныпты. Мені көріп, көрпесінің шетінен жүн-жүн білегін шығарып, жаным келші деп, қолын созды. Шошып кеттім. Қайырлы таң деп, өп-өтірік күлімсіреген болдым. Өзің төсекте алапатсың ғой деп, басын көтеріп қарады. Көйлек көншегімді үстіме іліп алғанмын. Оған қарап, саттар, біз қайтамыз дедім. Басқа не айтайын?
Жанарыммен жер тесіп тұрмын. Неге асықтыңдар? Пойыздарың түсті емес пе деп, жүн жалаңаш кеудесін көтеріп отырып, есіне балды. Өзіміздің мейманханаға барып жиналуымыз керек. Мен Гүлімайды тауып алайын деп, есікке беттедім. Аяулым, қой, мейманханаларың арғы көшеде, құрбыңда арғы бөлмеде, одан да кел бері, тағаймаласайық. Екеуміздің темпераментіміз келеді екен, құшағында өліп кете жаздадым деп, тұрып келе жатыр ед, есікті аштым да, бөлмеден зып беріп шығып кеттім. Ұзын дәлізде тұрмын. Түкпірінде ғана бір терезе сығыраяды. Жан-жағым қатар-қатар бөлмелер. Бұлардың қайсысында Гүлімай Төреханмен қойындасып жатқанын қайдам. Сағатыма қарасам, 8-ден кетіпті. Енді қайттым. Ана қызды қайдан табамын деп тұрғанда, біраздан соң іштен Саттар шықты. Жуынып қырынған, тәп-тәуір. Әлі тұрмысың? Мұның не деді де, қарсыдағы бөлменің есігін қақты. Есік тез ашылды да, арғы жағынан Төреханның «О, ояндыңдар ма? Сендерге бара жатыр ем» деген дауыс естілді. Саттар маған «Жүр аяулым» деді де, өзі ішкеніп кетті. Қашанға дейін дәлізде тұрайын? Амал жоқ, кірдім. Гүлімайды жуынып, киініп алыпты. Мені көріп қуанып, «Аяш келдің бе?» деді. Төреханның түрі тура асқабақ сияқты. Көзі жіпсиіп маған күле қарап амандасты. Гүлімай, өзімізге барып шелік таңдамақты. Жүр кетерік дедім. Мына күнәға батқан аймақтан аулақ кетуге асығып. Қыздар, пойыздарың түсті емес пе? Қайда асығасыңдар? Адам құсап шығарып салайықта? Бүгін демалыс бізге деп, Саттар қояр емес. Біз өзімізге барып жиналайық деді Гүлімай сырт киімін іздеп жатып. Қыздар, туристегі мына көшенің арғы жағында не жиналатындарың бар? Көп болса базарлық салған бір сөмке деді Төрехан. Өзі өміріне риза, күлім етеді. Жаяулап жалпылап таңғаязға бетімізді сүйгізіп, біздің мейманханаға келдік те, сол жерден оразамызды аштық. Екі жігіт мұнда жатпайтын болғандықтан, таңғастарына өздері есептесті. Ала көлеңкелеу зал ішінде адам аз. Үстелде толтырып отырған төртеуміз ғана. Әр жерде тарыдай шашылып, 5-6 адам отыр. Жұмыртқа, құймақ, ботқа, шырыннан өзіміз көңіліміз тартқанын жинап алып, дастарханда отырмыз. Қыздар, сендермен бір тәулік қана бірге болсақ та, жаңа стананың алғашқы қызықтарының бірі ретінде есімізде қатты қалатын болды деп, Саттар маған жанарын қадай сөйледі. Біз үшін де алыстан ат сабылтып келгенімізде еске ала жүрерліктей болды деп жауап берді Гүлімай, өзіне мені қосарлай сөйлеп. Мен үндемедім де, ренжімедім де, тымпиып отырмын. Кімге өкпелеймін? Желіккен өзім, күнәға батқан өзім. Мені біреу зорлап осы жігіттерге ілестіріп жіберген жоқ қой. Төрехан негізінде ақкөңіл азамат екені байқалып қалды. Қыздар, біз әлі кездесеміз деп ойлаймын. Сіздерді іздеп Семейге барамыз деп қояды. Бір түнде бауыр басып қалғандай, ажырағысы келмей. Ең қызығы, сендер тағы бір күнге қалсаңдаршы деді Саттар. Енді сендер Семейді көруге келіңдер деді Гүлімай. Барамыз? Жаңа жылға қарай соғым басына шақырыңдар деді Саттар. Мен Гүлімайды жаңа жылға жетпей-ақ сағынып жетіп баратын шығармын дейді. Төрехан құрбыма қимай қарап. Шынында да, пойызға шығарып салғанда махаббатпен, қимастықпен қоштасқан. Түндегі үлкен ұят, өзім үшін кешірілмес күнәдан кейін осы екеуін көрмесем екен деп, пойыз келгенше тыпырлап, перронға асығыс міндім. Вагон ішінде жайғасып алған соң Гүлімай маған, Аяш, неге осы жақсы адамдар кеш жолығады екен деп, ішін өкініш жалап, әңгімесін ақтады. Төрехан әйелімен 15 жылдан бері бір балаға зар екен. Гүлімайды көргеннен ұнатыпты. Егер екеуінің дәм-тұзы жарасып кетсе, әйелін Алматыда қалдырып, ажыраспақ екенін айтыпты. Бір бала тауып берсең, өмірі төбеме көтеріп өтем деп, аңсып ішіпті. Түрі реңсіз болғанымен, баладай ақ көңіл. Шіркін, менің денсаулығым жақсы болғанда ғой, кеше қалып қояр едім, жанында бір жола. Ел сияқты жар сүйіп, бала тауып отырмас пем деп, ұзын кірпіктері жасқа шыланды. Мәссаған Гүлімай, сен ғашық болып қалғанбысың деп күлдім. Оның махаббаттан жылап отырғанына сенгім келмейді. Иә, Аяш, мен бұрын соңды мұндай адал жан кездестірмедім. Екеуміз де бір-бірімізді бір көргеннен ұнатыппыз деп қарап тұр. Қойшы, сенбеймін десем, барлық көзі бар, сезімі бар адамдар секілді мен де ғашық болдым. Мінекей деді. Шынында, бұрындары Гүлімай не істеп жүрсе де маған айтпайтын. Мұндай ғашықтық сезімін білдіріп, жылап отырғанын көрген емеспін.
Көшеде көріп танысып, бір түнді бірге өткізген адамның не ұнат деймін ғой, құрбымды мазақтап. Оның әрбір сөзі өзегіме түсіп, денеме шымырлап сіңіп кетті. Ындыным құрып, аңсарым ауып, айырылғым келмей қалды. Мен осы 3 жылда еркектен шығып қалыппын. Түндегі есімде жоқ, таңертең көргенде шошып, өне бойым түршігіп кетті деп шынымды айттым. Саттардың өзі де бір дәу қара аю сияқты бірдеңе ғой, құшағынан тірі шыққаныңа шүкірлік ет деп, енді мені мазақтады гүлім ай. Бұлар шынымен іздеп келсе қайтеміз дедім. Күллі семей естиді ғой. Сенің аюыңды білмеймін. Менің сары домалағым іздеп келеді. Мен де оның жүрегін жаулап алдым деп мақтанды құрбым. Қой, осы желіккенімізде жетер. Енді олармен байланысқым келмейді. Сенің бақытты болуыңа қарсы емеспін дедім. Аяш, мен бала туалатын болсам ғой. Дүние төңкеріліп кетсе де, Төреханға тиіп алар едім. Амалым жоқ қой. Қайтейін деп, ол тағы да жылады. Сөйтіп, бір күліп, бір жылап, іс сапарымызда талай оқиғаны бастан кешіріп, Семейге де жеттік.